Қазақ тілі пәні, сабақтың тақырыбы жұрнақ және жалғау. Дана, мен саған екі жұмбақ жасырайын. Жауабын тауып көрші. Жарайды. Екі мықты мен дескен, бір-бірімен белдескен. Жауабы палуан. Дұрыс. Кімнің ұшқыр ойы? Сайысатын кімдер айт? Екі тайым бойы. Жауабы футболшы. Дұрыс таптың, жарайсың. Дана, палуан түбір сөз, ал футболшы жұрнақ жалғанған сөз болады. Алан, түбір сөз, жұрнақ дегеніміз не? Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, олимпиада, жарыс, турнир. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, турнирге, спортпен, олимпиадаға. Қосымша жұрнақ жалғау болып екіге бөлінеді. Сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейді. Жалғаудың белгісі. Мысалы, шаңғыны, шаңғылар, штанганы. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Жұрнақтың белгісі, мысалы, баскетболшы, штангашы. Түсінікті. Көп рахмет, Алан. 65-ші жаттығу 28-ші бет. Мақалды жатқа жаз. Жұрнақ жалғанған сөзді тап. Берілген сөздердің түбірін, жұрнақ жалғауын тап. Оны дәптерге орында. 64-ші жаттығу 27-ші бет. Өлеңді мәнерлеп оқы.